бірте ызыңдап, жанға жайлы да дыбыс шығарады. Оның өзі бірде өгілдеп, бірде сарнап, енді бірде сыңсып жылағандай болып, аңшы жігітті алуан түрлі күйге бөлейді. Сол жерде аңшы жігіт: «Қой, мына қос ішекке тіл бітейін деп тұр екен, бір амал жасайын» деп, ішекті үйге алып келеді де, бір аспап жасап, соған қос ішекті тағады. Содан тартып көрсе, шынында да қос ішекке тіл біткендей сұңқылдап қоя береді. Бұл үн аңшы жігіттің ғана жанын жадыратып қоймайды, тыңдаған жанның бәрін ұйытады. Осылайша көптің сүйіп тыңдайтын аспабына айналды. Аса таяқ, сілку арқылы үн шығаратын көздің музыкалық аспап. Ұзындығы 110-130 см. Тұтас ағаштан арнайы қалыпта жасалады. Басы күрделі. Сақиналардан бөлінген мақсат тағылым, өрнектермен әшекейленеді. Аса таяқ өзіндік үнінің ерекшелігінен. Аспапты ырғап, Адырна қазақ халқының өте ерте заманнан келе жатқан көпшілікті музыка аспабының бірі. Ежелгі заманда бұл аспапты аңшылар садақ атып, жебе тартып, аң құстарды аулаған. Әуелде адырна садақ пішінді болды. Кейін бұл аспапты бұғыр, марал, арқар, тұрпатты аңғардың тұлғасына ұқсастырып жасады. Әуелі ағаштан құрап шығанақ, мүйіз жасалынып, шығанақтың асты-үсті терімен қапталды. Мүйізге жағалған қаптар бекітіліп, ішектер байланды. Сөйтіп аспапты екі тізенің үстіне қойып, оң қол сол қол саусақтарымен іліп. Адырнаның үні мөлдір тамшыдай, жетелейді алуан-олита жаншымай. Тыңдағанға жан күйіңді тербетіп, тұра алмайсың сол бір сәтте шалқымай. Кездесіп жатады, Дауылпаз туралы білетін сатқан дауылпаз. Дауылпаз ұрып ойналатын музыкалық көне аспаптың бірі. Халық тұрмысында кеңінен қолданылған. Әсіресе бұрынғы кезде жаугершілікте дабыл қағып белгі беру үшін пайдаланылған. Аспаптың жазғалы құрылысы анағұрлым күрделі. Ол тұтас ағаштан ойылып жасалады. Бес шанағы терімен қапталады. Иыққа асып алу үшін қайыстан арнайы аспалы бау бекітіледі. Дауылпаз ағаш тоқпақпен ұру арқылы дыбысталады. Thank you.